Айдар мен Әлия ата-аналарынан ерте айырылып, жақын туыстары болмағасын, екеуі де жетімдер үйінде өсіп жетілді. Ата-ананың мейірімін, махаббатын сезінбей өскен бұлар бір-біріне тірек болып, бір-біріне қолдау көрсетіп, бауырмалдық сезімдері өте жақсы дамыған жандар еді. Мектепті өте жақсыға бітірген Айдар жоғарғы оқу орнына грантқа түсіп, инженер мамандығын алып шықты. Өзінен 3 жас кіші қарындасы Әлия, ол да жоғарғы оқу орнын өте жақсыға тәмамдап, қазақ тілі мен әдебиетінің маманы, яғни мұғалім атанды. Ағасының жиған ақшасына өзі де қолындағы бар ақшасын қосып, Әлия мен Айдар жетім балаларға арналған программа мен ипотекаға 2 бөлмелі үй сатып алды. Бір күні Айдар Әлияға өзінің сөйлесіп жүрген Гүлназ есімді қызы барын және де оған үйленгісі келетінін айтты. Сол күні кешке олар кафеде кездесіп, Әлия Гүлназбен танысты. Гүлназ әдемі, бірақ көп сөйлемейтін, мінезі тұйық қыз екен. Ұялып отырған шығар, сосын үйренісіп кетеміз ғой деп ойлады Әлия. Үйлену тойы да өтті. Алғашқы айларда бәрі жақсы көрінген. Гүлназ барлығына сүйкімділік танытып, отбасына бейімделгендей көрінді. Әлия оған сенім артып, жақын құрбыдай болуға тырысты. Бірақ Гүлназдың назары басқада еді. Ол Айдар мен Әлияның арасындағы ерекше жақындықты байқап, оны қауіп ретінде қабылдады. Гүлназ Әлияны Айдардың қолымен үйден қуып шығып, үйде тек өздері ғана тұрғанын қалады. Гүлназдың жоспары біртіндеп жүзеге аса бастады. Ол Айдарға бірте-бірте Әлияның бойындағы кемшіліктерді айтып, оның қарындасына күмәнмен қарауына жағдай жасады. Әлия мен жақтырмайтын сияқты деп бір кеште Айдарға наз айтты. Мен қанша тырыссам да ол маған салқын қарайды. Алғашында Айдар бұндай сөздерге мән бермеді. Бірақ күн сайын қайталанатын шағымдар оның санасын улай бастады. Гүлназ отбасының ішкі байланысын үзіп, билікті толық өз қолына алуды іздеді. Ол ұсақ-түйек істерді драматизациялап, Әлияны жаманатты қылуға тырысты. Бірде ол Айдардың жұмыс құжаттарын әдейі жоғалтып, Әлиядан көрді. Бұл қателікті өз пайдасына жаратып, Айдарға «Мен бұл құжаттарды көріп едім, кейін Әлия оларды қарап жатқанын байқадым» деді. Айдар сенбей қарындасына ашуланды. Әлия мұндай айыптауларға таңданып, өзін ақтағысы келді, бірақ бауырының көңілін түсірмеу үшін ұзақ айтыспады. Гүлназ бұдан кейін де осындай кішкентай, бірақ тиімді әдістерді қолдана берді. Ол өзіне қолайлы сәттерді таңдап, Айдарға сыбырлай отырып, әңгімелерін әрдайым жыныстық жақындықпен аяқтады. Айдар Гүлназбен болған түндерден кейін көбіне оның жағына ауыса бастады. Гүлназ уақыт өткен сайын Әлияның беделін толық жоюды көздеді. Ол оны Айдардың көз алдында қызғаншақ, жалқау, тіпті өтірікші етіп көрсетуді жалғастырды. Әлия өз кезегінде бауыры мен оның отбасылық бақыты үшін үнсіз қалуды таңдады. Бірақ оның үнсіздігі Гүлназдың жалаларын растағандай болды. Гүлназ бір күні жаңа тактикаға көшті. Ол өз телефонында жалған хат жасап, оны Әлиядан келген сияқты етіп көрсетті. Хатта «Мен сендердің ажырасуларыңды қалаймын, сен Айдарға лайық емессің» деген сөздер жазылған еді. Гүлназ бұл хатты Айдарға көрсетіп, «Көрдің бе, Әлия біздің бақытты өмірімізді көре алмайды, екеуміздің айырылысқанымызды қалайды» деп көз жасын көлдей етіп төкті. Айдар ашуға беріліп, қарындасына қарсы шықты. «Бұл не? Бұл рас па, Әлия? Сен мұны неге жасадың?» деп айқайлады. Әлия көз жасына ерік беріп, бұл айыптаулардың шындыққа жанаспайтынын түсіндіргісі келді. Бірақ Айдар сенуден бас тартты. Әлия ағасының жанұясына бақыт тілеп, өзінің бөлек тұрғысы келетінін айтып, жатақханадан бір бөлме алып шығып кетті. Бұған Гүлназ жүрегі жарылардай қуанды. Енді Айдарды көндіріп, үйді өз атыма жаздырып алсам ғой шіркін деп қиялдады. Бірақ уақыт өте келе
Гүлназдың өтіріктері жарыққа шыға бастады. Айдар кездейсоқ Гүлназдың ескі телефонын тауып алып, жалған хаттардың түп нұсқаларын көрді. Ол Гүлназдың бұл әрекеттерді ұзақ уақыт бойы жоспарлағанын түсінді. Айдар Гүлназбен сөйлесіп, оның өтіріктері үшін жауап талап етті. Бірақ Гүлназ тағы бір рет өзін ақтауға тырысты. «Мен сен үшін бәрін жасадым, Айдар. Мен сені Әлияның өтіріктерінен қорғадым», деп айқайлады. Айдардың бұдан әрі оған сенімі қалмады. Ол ажырасуға арыз беріп, қарындасынан кешірім сұрады. Айдар Әлиядан барлығы үшін кешірім сұрады. Әлия оны кешірсе де, олардың қарым-қатынасы бұрынғыдай болмады. Айдардың өз қарындасына сенім жоғалтуы олардың арасындағы бауырмалдықты мәңгілікке өзгертіп жіберді. Бұл уақиға адамның арам пиғылы мен манипуляциясының қалайша отбасының ең берік байланысын бұза алатынын көрсетеді. Бірақ ақиқат әрдайым жеңеді, ал өтіріктің ғұмыры қысқа.